Достар, Түркияның ең танымал тарихи туристер ең көп келетін жер бұл Стамбул қаласы. Бұл жерде Осман империясы құрылған және Рим, Византия бұрынғы қалалары болған. Қара теңіз бен Мәрмәр теңіз жағалауына орналасқан бұл алып шаһардың тамыры тым тереңде жатыр. Көне Константинопольдің сырлы Стамбулға дейінгі жолы тым тамаша қала. Кеттік, бірге аралап, тарихымен бірге таныс болайық. Достар, тарихи саяхатымыз әрі де жалғасуда. Қазір біз туристер ең көп келетін жерге келдік. Бұл Ая София мешітіне қарама-қарсы тұрған Сұлтан Ахмет мешіті. Жергілікті халық бұны көгілдір мешіт деп атайды. Естуімізше, бұл мешіт әлем туындылардың ұлы архитектуралық туындысы. Түркияда алғаш қазақ қауымы Кания, Измир, Анкара, Стамбул қалаларына қазақтар қоныс тепкен болатын. Қазір мен Зейтинбурды ауданында тұрмын. Бұл жақта 25 мыңға жуық қазақтар тұрады. Зейтинбурдың орталығы осы маң. Көлік жүрмейтін даңғылдың екі беті мейрамхана мен сауда-саттыққа арналған дөңгіршіктерге толы. Ыңғы-жығы аз күнгі тіршіліктің қоңырқай қызығын кешігіп іңір батса, осылай серуендеп жүргендерге аяқ алсыз. Бұл жерден қазақтарды да жиі кездестіресіз. Бірімен сұхбаттастық. Міне біз қазір қазақ ағаларын кездестірдік, әжелеріміз сұхбаттасып жатыр. Сіздермен енді кездесіп қалғанымызға өте қуаныштымыз. Сіздермен қазір бір сұрақтар қойсақ, отбасыларыңызда қандай тілде сөйлесесіздер? Қазір қазақша. Өте керемет екен. Ұлттық тағамдарыңыз қандай? Арғын. Өте керемет. Bizim oturmanın bari argın bu. Қай елден? Gelin bolam. Bunlar argının kızı. Туысқансыздар ма бәрі? Біздің о батыса маңдайымызға жазылған міндет айқын мұрат бір. Ел секілді емін еркін сейіл құру, танығу маңдайға жазылмаған десекте 58 бульварда кездескен қандастарымызбен кездейсоқ табысуымызға көңілге майда жағып жанымыз жарасым тауып келеді. Керісілген уақытта межелі жерде біздің күтіп тұрған жаңа танысымыздың бірі.